Армысыңдар қазақтар. Бүгінгі мына менің сіздерге айтатын мәселем, мына бәрімізде қазір Құдайға шүкір, ғылым мен техниканың жетістігі деп бәріміздің қолымызда смартфонымыз бар. Интернетке емін-еркін кіреміз. Бірақ та енді осы әр кеш сайын интернетіміз қасқиятта қалады. Ешқандай интернетке кіре алмай, бәріміз абдырап қаламыз. Бұның ең басты несі бұған кесірін келтіріп отқан мына Әбіләзовтың ана жақтан отырып алып, Францияда отырып алып, тікелей эфирге шығу деп ойлаймын өз басым. Ол дәл солай болу керек. Сондықтан Мұхтар, айналайын, саған талай жекеңе де жаздым, былай да айтайын, тағы да айтайын, айналайын. Сенің құрып жатқан ДВК-МВК-нан ештеңе шықпайды. Сондықтан тікелей эфирге шығуыңды қойып, айтатының болса, өз алдыңа жазып алып, айта берсең болатын еді. Сол тікелей эфир дегенді қойшы. Сен айналайын, тағы да айтайын. Ең бірінші мәселені қазақ деп қоймай, қазақ үшін жұмыс істемей, қазағым деп айтпай, қазақ тілін үйреніп, қазақша сөйлемей, сенің бұл істеп жатқан нәрсеңнен түкте шықпайды. Сондықтан сен жаңағы күн сайын кешке қарай біздің интернетті тормоз жасауға септігіңді тигізбей қоя тұршы. Қалай басқаша өзіңнің идеяларыңды қалай кіргізем дейсің, солай кіргіз. Бірақ та сен мына біздің қазақтарға кешке қарай интернетке кіруіне обал жасама. Ол шынымен де кешке жақын интернет баяулайды. Неге десең, оны істеп отқан өзінің адамдары бар. Ол адамдар сенің идеяң тарап кетпесін деп істейді. Ал сондықтан сен бәрібір сенің идеяң бәрібір тарамайтын болғандықтан сен ол тікелей эфиріңді шығуыңды қойсаң болар еді.